Омырау сүтімді көбейткім келеді, құнарлы қылғым келеді деп жүрген келіншектердің бір жасайтын үлкен қатесі бар. Ол кісілер ойлайды, менің омырау сүтім тікелей менің жеп жатқан тамағыма байланысты. Демек, мен мысалға майлы жаңғақ жесем, майлы ет жесем, менің сүтім, значит, майлы болады, құнарлы болады, көп болады деп. Бірақ сіздің омырау сүтіңіздің көлеміне әсер ететін ең маңызды үш фактор бар, және олар тамаққа байланысты емес. Ең бірінші, сіз қандай жиілікпен және де қалай баланы омырауға саласыз. Бұл жерде омырауға қалай саласыз деген нәрсеге акцент жасау керек. Өйткені кейде келіншектер айтып жатады, менің балам 24/7 омырауда, постоянно емеді де жатады, бірақ сүтім сонда да аз. Ал сіздер айтасыздар, мен баланы жиі омырауға салсам, сүтім көп келеді деп. А это не работает. Мен балам 24/7 менің омырауымды емеді де жатады, бірақ сонда да сүтім аз деп айтып жатады. Өйткені қыздар, бұл жерде не только сіз қандай жиілікпен саласыз, және де қалай саласыз, вот сол нәрсе маңызды. И екінші нәрсе, баланы омырауға салған кезде бала қаншалықты сіздің омырауыңыздағы сүтті толыққанды еме алады. Вот соған байланысты. Өйткені кейде балалар бер жақтағы сүтті емейді де, артқы сүтті еме алмай қалады. Өйткені сіздің балаңыз омырауға дұрыс салынбаған, прикладывание дұрыс емес болғандықтан артқы сүт қалып қояды. Соның салдарынан омырауда артқы сүт қалып қойғандықтан жаңа сүт келмейді. Сондықтан сіздің омырауыңызда сүт постоянно жақсы келіп тұру үшін бала омырауды толыққанды босату керек. Және де үшінші фактор, сіздің омырау сүтіңіз жақсы көп мөлшерде келу үшін сіздің миыңызда тыныштық болу керек. Өйткені сіздің омырауыңызға сүт келу үшін ең бірінші арнайы гормондар сіздің миыңызда бөліну керек. Ал ол үшін әйелдің көңіл күйі, миында тыныштық бар ма жоқ па, стресс, депрессия бар ма, ол тікелей әсер етеді. Егер де қыздар, сіз омырау сүтіңізді көбейткіңіз келіп жүрген келіншек болсаңыз, баланы қалай дұрыс омырауға салу керегін үйренгіңіз келіп жүрген келіншек болсаңыз, өзімнің алдағы уақытта өтетін арнайы тегін тікелей эфиріме шақырамын. Ол жақта барлығын толыққанды түсіндіретін боламын. Эфирге қатысу үшін осы видеоның астына немесе менің жекеме 2 санын жазып жіберіңіз.